Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дегендей, менің туып өскен жерім қасиетті Баянауыл жері. Қарапайым қазақ отбасында дүниеге келіп, атанам есімімді Баянауыл жерінің сұлуына теңеп, Баянгүл деп қойған. Бала кезімнен туған жерімнің табиғатын бойыма сіңіріп, мен болашақ мамандығымды ұстаздықпен ұштастырдым. Ұстаздық жолымды Павлодар ауданы Жаңақала негізгі жалпы білім беру мектебінен бастадым. Ұстаздық қызмет етіп жүрген мектебім менің жүрегімнен ойып тұрып орын алады. Өйткені мен бұл мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып, осы уақытқа дейін балаларға деген махаббатыммен үздіксіз 20 жыл бойы білім нәрімен сусындатып, мектепте тынбай еңбек етіп келемін. Ұстаздық жолымды Абай атамыз айтқандай, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген ұстанымымды өзіме мақсат тұттым. Бастауыш сынып ұстазы ретінде мектеп қабырғасын аттаған әр бүлдіршінге алғаш рет әліппені қолына ұстатып, әріптерді үйретемін. Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі дегендей, Алтын мектебіміз сан мыңдаған шәкірттерінің қанатын қатайтып, өмір жолына білім нәрін септік. Мен мектебімді мақтаныш етемін. Мектебімізде талай үздік, озат шәкірттер тәрбиеленіп шықты. Мектептің жүрегі мұғалім, білікті ұстаз. Мектепті білім айдындағы үлкен кемеге теңегім келеді. Осы кемеде тәжірибесі мол ұстаздармен бірнеше жыл қатарынан белсене жұмыс атқарып келемін. Бала жүрегінің кішкентай күй сандығын ашу, өмірге бейімдеу қазіргі мұғалімге қояр үлкен талап. Бүгінгі көшбасшы педагог үнемі ізденіс үстінде болып, өзінің қызметінің нәтижесін саналы ұрпаққа тәрбиелеуге бағыттауы тиіс. Осындай ізденіс барысында облыстық бастауыш қауымдастық құрамының бір мүшесі болып жұмыс жасаймын. Әріптестермен жаңа алған ақпараттармен ұдайы бөлісіп отырамын. Мен бастауыш сынып мұғалімі. Әр өткізілген сабағым заманауи талаптарға сай, және де ақпараттық технологиялар мен
қызықты әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, оқушыларымның республикалық, облыстық сайыстарға қатысып, жүлдегерлер ғана болып қоймай, білімдерін өмірде қолданатын білімді оқушы болып тәрбиелеу менің басты бағытым болса, жұмысымда теориялық және әдістемелік білімімді ұдайы толықтырып, кәсіби маман деген атқа лайықты болуға жетектеген Павлодар ауданының Жаңақала негізгі жалпы білім беру мектебі менің жүрегімнің мектебі.